Барлықтарыңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қызыл бархат печеньесінің рецебімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріңіздер. Бірінші, құрғақ қоспаларымызды дайындап аламыз. Ұнның үстінен шым-шым тұз, қамыр қопсытқышпен сода және какаоны қосып, бірыңғай масса болғанша араластырып аламыз. Бұл печенье өзіме қатты ұнайды, сондай жұмсақ, дәмі аузыңнан кетпейді. Дәмі ғана емес, столдың көркін келтіретін десерт деп айтар едім. Бөлме температурасындағы жұмыртқамызға сұйық май, сары май және қантымызды қосып, бірыңғай масса болғанша жақсылап араластырамыз. Бұл десертті жасау қиын емес. Керек заттарды алдын ала дайындап алсаңыздар, барлығын арт-артынан қосып, бірыңғай масса болғанша араластырып шығамыз. Жылы айранымызды қосамыз. Микроволновкада кішкене жылытып алсаңыздар болады. Мен осындай гелевый краситель қолдандым. Сухой краситель қоссаңыздар да болады. Осылай красительді қызарғанша көз мөлшермен қосып шықтым. Үстінен құрғақ қоспаларымызды қосып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Менде краситель кішкене азырақ болып қалды. Үстінен тағы да қостым. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Осы массамызды мешочкқа құямыз. Мешочктың басын қиып алып, кішкене осылай формамызға құйып шығамыз. Бұл десертті кремсіз, яғни печенье ретінде де жеуге болады. Ал арасына крем жақсаңыздар, одан сайын өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Толық рецепті описанияда қалдырдым. Осылай кремге қажетті заттарды өлшеп алып, жақсылап миксерледім. Дайын кремімізді мешочкқа салып, печеньеміздің арасына жағып шығамыз. Кремін насадкасыз жағып шықсаңыздар да болады. Мен осындай насадканы қолдандым. Печенье бізде жұмсақ, пропитканы қажет етпейді. Креммен одан сайын жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Міне бізде осындай әдемі пирожныйлар шықты. Дайындалуы көп уақытты қажет етпейді, әрі оңай. Рецепт бойынша менде 18 жұп печенье, яғни 18 пирожный шықты. Міне пирожныйларымыз дайын. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша сәндеп шықсаңыздар да болады. Мен 20 грамм шоколадты ертіп алып, мешочкқа құйып, осылай сәндеп шықтым. Үстінен қалауыңызша посыпкалар сепсеңіз болады. Осындай әдемі әрі дәмді пирожныйларымыз дайын. Өте жұмсақ әрі нәзік. Астарыңыз дәмді болсын.